Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен KFC-дағыдай дәмі қытырлақ осындай тауық қанатшаларын дайындаймыз. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін менімен болыңыз. Ең алдымен қанатшаларды алып, артық етін алып тастаймыз. Және әрқайсысын ортасынан бөліп шығамыз. Енді KFC-дің маринатын дайындаймыз. Ыдысымызға паприка, қызыл бұрыш, тұз, тауыққа арналған дәмдеуіш және кептірілген сарымсағымызды саламыз. Және үстінен осындай бір стакан су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне тауық қанатшаларын саламыз. Қанатшаларымыздың барлық жеріне осындай маринад тиетіндей етіп, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Енді бетін пленкамен орап, бір түнге немесе 2-3 сағатқа қалдырамыз. Мен өзім бір түнге қалдырдым. Сол кезде тауықтарымыз өте дәмді болып, маринадымыз сіңіп күшті болып тұрады екен. Енді кляр дайындаймыз. 1 стакан суға 2 ас қасық ұнымызды саламыз және паприка саламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз салып, барлығын араластырып аламыз. Енді етімізді бірінші ұнға аунатамыз, одан соң клярға, содан соң қайтадан ұнға аунатып, майға қуыра береміз. Майымыз қатты қызғаннан кейін газдың астын жай қоямыз. Содан соң баяу оттай әр бетін 4-5 минуттан осылай қуырып аламыз. Қызару керек. Осымен біздің KFC қанатшаларымыз дайын. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Егер менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Әсел. Рахмет.